Сәлем достар, шоу-бизнес жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Астаналық мектеп директоры Димаш Құдайберген жариялаған челленджге қатысып Европаға жолдама өтті. Димаш Құдайберген жариялаған челлендж шарты бойынша тау ішінде әніне түсірілген ең қызықты және көп қаралған видео авторы жеңімпаз атанады. Оған әншінің Европадағы жеке концертіне жолдама беріледі. Челлендж жеңімпаздары бұған дейін айтылғандай 26 мамырда өткен фан кездесуде анықталды. Олар астаналық мектеп директоры Ақмоншақ Нұртаза мен Чили тұрғыны Андреа. Олардың желідегі видеосы миллионнан астам қаралым жиналған. Жеңімпаздардың бірі Ақмоншақ Нұртаза Астанадан Алматыға концертті тамашалауға арнайы келген. Ол Инстаграмдағы парақшасында видео жариялап, челлендж жеңімпазы атанғанын жеткізді. Европаға жолдама құтты болсын. Номер 58 мектептің алтын оқушыларының арқасы балапандарым менің деп жазды Ақмоншақ Нұртаза. Инстаграм желісіндегі сторис бөлімінде Ақмоншақ Нұртазаға алтын билетті Димаш Құдайбергеннің анасы табыстады. Әлемге әйгілі америкалық әнші актриса Дженнифер Лопес 10 тамыз күні Алматыда жеке концертін өткізеді. Бұл Лопестің Қазақстандағы екінші концерті болмақ. Әлемдік жұлдыздың Қазақстандағы концерттерінің ұйымдастырушы продюсер Мәлік Хасенов Астанада өтетін концерт билеттері 3 сағат 51 минутта сатылып кеткенін айтты. Бірінші концертке шамамен 55 мың адамның 10 мыңнан астамы ғана билет алып үлгерген, яғни 45 мың адамның қажеттілігін қанағаттандырмадық. 12 мыңнан астам билет сатылса, шетелдік картадан 2 мыңнан астам транзакция жүргізілген. Нақты статистика концерт күні жақындағанда белгілі болады, деді продюсер Қоғам Ньюс YouTube арнасында берген сұхбатында. Бұл ретте Астанада және Алматыда өтетін Дженнифер Лопестің концерттеріне сатып алынған билеттерді кері қайтару мүмкін емес. Қазақстанда екінші концерттің ұйымдастырылуы дәл осы халықаралық тур менеджменті бекіткен шарт арқылы мүмкін болған. 1 тамызда Астана Арена стадионында әлемге әйгілі әнші Дженнифер Лопестің концерті өтеді. Одан қала экономикасына 6,5 миллиард теңге және концерт өткізуден 400 миллион теңгеден астам тікелей салық түседі деп болжанған.